Көгершін мен құмырсқа. Жаз мезгілі. Ауа райы тамаша. Жемістер пісіп тұр. Орман іші. Орманда бір көл бар. Барлық жануар сол жерден су ішеді. Бүгін күн ыстық болып тұр. Аспанда бір көгершін ұшып жүр. Ол көлге қонды. Су ішкісі келді. Сол кезде құмырсқаны көрді. Көгершін: «Сәлем, құмырсқа!» «Сәлем, көгершін! Күн қатты ыстық. Су ішуге келдім». «Я, мына су өте мөлдір тәтті». Қандай тәтті? «Су тәтті» дейді. «Мен әрдайым осы жерден су ішемін». Құмырсқа су ішіп жатты. Байқамай құлап кетті. Қайда? Суға құлап кетті. Көгершін құмырсқаны аяды. Құс суға ағаш лақтырды. Ағашты лақтырды. Несі? Құмырсқа ағашқа мінді. Жағаға шықты. Осылай аман қалды. Көгершінге рахмет айтты. Құмырсқа судан шықты. Үйге бара жатыр. Айналаға қарады. Тағы да көгершінді көрді. Оны бір жаман адам атқысы келді. Құмырсқа көгершінді тез құтқаруды ойлады. Жаман адамға барды. Оны тістеді. Ол айқайлады. Көгершін дауысты естіді. Қатты дауыстан қорқып ұшып кетті. Науа? Осылай көгершін жаман адамнан құтылды. Осы оқиға арқылы көп нәрсе үйренеміз. Әрдайым жақсылық жасаудан шаршамау керек. Ол жақсылықты өзіне қайтады. Құмырсқа мен көгершін оқиғасы бізге үлгі болу керек.